Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сауда жасаймын. Сабақтың мақсаты эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешу жолдарын ұсыну. 5-ші тапсырма. Диалогты толықтырыңдар. Сен сауда жасай аласың ба? Жоқ. Неге? Мен сауда жасай аламын. Сенің ойыңша, сауда жасай білу үшін не керек? Менің ойымша, иә, сенің де пікірің дұрыс, бірақ сауда жасай білу де өнер. Мәселен, сен саудаласа аласың ба? Иә, базарда саудаласуға болады, бірақ дүкендерде баға? Иә, дегенмен кейбір жекеменшік дүкендерде саудаласып, бағаны түсіруге болады. Мен саған мекен-жайын берейін. Өзім сол дүкенге жиі барамын. Тауарларының сапасы жақсы. Сен ақшаны үнемдеп ұстайсың ба? Өкініштісі. Рахмет, онда жарайды, келістік. Осылайша диалогты толықтырасыңдар. Бағалау кестесі. Диалогты толықтырады 2 ұпай, сөйлеу сауаттылығын сақтайды 2 ұпай. 8-ші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Сауда жасай білу өнер деген тақырыпта аргументті эссе жаз. Эссе жазуда төмендегідей мәселелерді ескер. Тақырыпты іштей бірнеше тармаққа жіктеп ал. Концептуалдық кесте дайындап, не туралы жазатыныңды белгіле. Қандай сөздер мен сөз тіркестерін қолданатыныңды ірікте. Көріктеуіш тілдік құралдарды пайдалануға тырыс. Тақырыпты ашатын бірнеше идеяны жазып ал. Әр тармаққа жазатын аргументтеріңді дайында. Тармаққа қажет аргументтерді статистикалық мәліметтермен, нақты мысалдармен толықтыр. Бұл эссенің мазмұнды болуына ықпал етеді. Әрбір тармақты логикалық тұрғыдан жүйеле. Бірінші тармақта тақырыпты қалай қолдайтыныңды, екінші тармақта практикалық идеяңды, үшінші тармақта тақырып бойынша не істейтініңді жаз. Қорытындыда аргументтеріңді келтіре отырып, идеяңды дәлелде. Бағалау кестесі. Эссе жазады 2 ұпай. Эссе құрылымы мен дамуын сақтайды 2 ұпай. Мәселенің шешу жолдарын ұсынады 2 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.